Қайырлы уақыт, құрметті әріптестер. Үйден шықпай өзіміздің парақшамызға, инста парақшамызға және де басқа да әлеуметтік желілерге қалай фотосессия жасай аламыз. Бүгін сол туралы талқылайтын боламыз. Бұл бағдарламаның аты фотолаб деп аталады. Бұл бағдарламада өздеріңіз көріп тұрғандай трендтағы ең үздік және де неше түрлі мультяжный анимациялық суреттер дайындауға болады. Қазақстан деп аталатын хэштегқа кіріп қарасаңыздар, бұл жерде әртүрлі суреттердің нұсқасы ұсынылады сізге. Ішінен өзіңізге қажеттісін алып, галереяңыздағы өзіңіздің бет жүзіңіз анық көрінетін кез келген суретті қойсаңыз, әлеуметтік желіде автоматты түрде 10 секундтың көлемінде суретіңізді дайындап береді. Beautiful деп аталатын хэштегін шын көрсеңіздер, әртүрлі киіммен түскен қыздардың суретін көруге болады. Girls деген бар, қазақ стиль дегенге қарайтын болсақ, аттың қасына түскен, домбырамен түскен, яғни қазақ стиліндегі әртүрлі суреттерді көруге болады. Бұл бағдарламаны телефонға жүктеп алғаннан кейін кіріп номеріңіз бойынша болмаса өз Google аккаунтыңызбен тіркелесіз. Одан кейін сізге еркін доступ беріледі. Алдарыңызда көріп тұрғандай әртүрлі бейнелерді телефонның көмегімен ғана жасап, өзіңіздің әлеуметтік желіңізді әдемі етіп, әсемдеп қоюға мүмкіндік берілетін бағдарлама бұл. Отбасылық суреттерді жасауға болады. Бұл жерде керегі тек сіздің фантазияңыз. Енді міне осы жердегі бір қыздың суретін аламыз да, өзіміздің кез келген суретімізді қойып, әсемдеп бейнелеп көрейік. Суретімді қойдым, аз ғана уақыттың ішінде маған әдемі жасалған суретті жасап береді, дайындап береді. Бұл суретті мен одан кейін әлеуметтік желіме қойсам да болады, жалпы өзім үшін сақтап қойсам да болады. Мына жерде маған ақылы түрде өзінің қызметін ұсынып жатыр бұл программа. Оны жоғары жағындағы X-ті басу арқылы шығып кетесіздер. Суретті өзімізге қалай сақтап аламыз? Оң жақтағы шноқатты басу арқылы өзіміздің устройствомызға сақтасақ болады, болмаса астында көрсетіп тұр Facebook, Instagram, WhatsApp, сол әлеуметтік желіге сақтап алуға болады. WhatsAppта сақтап көрейік. Ол үшін WhatsApp белгісін басып, өзіміздің кез келген бір чатқа жіберіп аламыз. Суретті жіберіп, ол менде автоматты түрде галереямда сақталып қалады. Осы бағдарлама алға шығып жатқан кезде бір суретті 1000 теңге, 500 теңге деп жасаған қыздарды да көрдім. Бұның бәрі өзіміздің фантазиямызбен, тек өзіміздің уақыт бөлуімізбен өзіміз жасауға мүмкіндік беретін бағдарлама. Поисктан іздеп, өзіңізге не керек, анимация керек болса, анимация, мультяжный керек болса, мультяжный, қазақ стиль, орыс қыздарының бет бейнесі, шетел, афроамерикандық, болмаса дорама стильдер бар ғой, солардың бәрін өзіміз жасап алуымызға мүмкіндік бар. Тек қана өзіңіздің фантазияңызбен уақытыңызды бөлсеңіз болды. Міне алдарыңызда көріп тұрғандай ерлі-зайыптылардың мультяжный бейнелері және де арт стильде жасалған суреттер көріп тұрғандарыңыздай. Бұл бағдарламада төбе жағында про деп жазылып тұрса, демек ол ақылы түрде, автор тегін емес, ақылы түрде жасап салған деген сөз. Және де фотолабта біз видео жасай аламыз. Алдарыңызда көрсетілген бірінші видеоның нұсқасын таңдай ала отырып, инста дейді, яғни Instagram, қазіргі дамып тұрған әлеуметтік бір желі Instagram ғой, соған жасап суретімізді қою арқылы видео жасап алуға мүмкіндік береміз. Мен мына видеоны жасап көрсетпекшімін сіздерге. Тағы да өзіміздің кез келген суретімізді таңдап аламыз да, видеоға қоямыз, ол да 30 секундтың ішінде сізге дайын видеоны жасап береді. Ортасында рекламалар шығып тұрады. Өйткені бұл бағдарлама бізге тегін ұсынылып тұрғаннан кейін, ортасында осындай спонсорлық видеолар, жарнамалар көрсетіліп тұрады. Алдарыңызда 30 секундтың ішінде Instagramға салуға жарайтын
бір суретті маған жасап берген болатын. Мен бұны аламын да өзімнің телефоныма сақтап алдым. Қажет кезде әлеуметтік желіге салсам да болады, болмаса өзімде сақтап қойсам да болады. Бұл мен кішкене өзіме стимул ретінде сақтап жатырмын. Яғни кішкене өзіңе қараса әйел адам осындай деңгейде түрін осылай жасап алуға болады деген сияқты стимул ретінде сақтап жатырмын. Лаванды полясына салған суреттер бар. Тауға шыққан, атқа мінген, кез келген бейнеде суреттерді жасап алуға болады. Көрсеткенде неке сол жағында сіздің парақшаңыз мұнда өзіңіз жасаған неше түрлі суреттерді бақылап өзіңіз қарап отырсаңыз болады. Неке мен Қазақстан деп аталатын хэштегке тағы да кіріп жатырмын. Бұл жерде қазақ қыздарының, қазақ ер азаматтарының жасаған суреттері сақталады. Осы жерден кіріп отырып өздеріңізді қажеттеріңізге жарайтын фотосессияны жасап ала аласыздар. Балаларыңызға арнап жасасаңыздар да болады, ер азаматтарыңызды қуанту мақсатында жасасаңыздар да болады. Өздеріңіз үшін әдемілік үшін сақтап алуға болады. Эстетикалық суреттерді осы бағдарламаның көмегімен жасауға болады. Суретті қазақ стилінде де жасап көрсек болады. Бұнда қазақ стилді мультяжный түрде береді екен. Жасауға 10 секунд уақытын тағы да автомат түрде жасап беріп жатыр. Қазір ақпараттың дамыған заманы, сондықтан кез келген жерде, кез келген уақытта тек уақытыңызбен, телефоныңыздың көмегімен кез келген дүниені жасауға болады. Сіздерді жасанды интеллект деп аталатын өзімнің авторлық курсыма шақырамын. Жасанды интеллект аватар жасау, клипарт жасау, көрнекілік жасау курсы басталған болатын. Соны естеріңізге салып өткім келеді. Барлықтарыңызға сәттілік. Видеоның астына өз комментарийларыңызды жазып, өз пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар.